общем, бүгінге жаңалық осындай болды. Артымыздан кеп машина соқты мені. Айырылып отыр. Жерім қысып жатыр. Керемет, в общем. Бұл жерде сен бір рет соқпасаң да сені де соғады екен. Еще машина кеп соққан ғой, ойлаңдаршы, жолдың шетінде тұрып, келеді да барс етеді, короче. Пожалуйста, аяғым қысып жатыр. Қайырлы кеш. Бүгін енді эфирде тағы көңіл күйім болмады, бірақ менің көңіл күйімді осындай сыйлықтар көтеріп қойды. Бұл маған және үміткерім Асхатқа берілді берген сыйлықтар екен. Ішінде иіссулар. Мен өте қатты жақсы көремін парфюм. Көп рахмет қолдауларыңызға. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Қайырлы кеш, достар. Біз эфирден шығып өте керемет жерге келдік. Сезім барын. Мына жер сондай атмосферный, әдемі екен. Біз сырласу бөлмесіне кіреміз. Қазір қараңыздар. Мына жердің ішінен де айта алмадым. Сондай әдемі, қараңыздар. Ал енді сіздерге тағы да бір жоспарымызды бөлісе кетейік. Енді мына жерде бізде Kim bu? Qaysi ortaq yaxshimisan? Hala qo'llang yaxshimi? Yaxshi o'zingiz. Qayerda olib kelib olding? Ha? Qayerda olib kelib olding? Esing chiqib turgan joqqa. Qay joqda den sog'tirgan? So'zim qo'y, amonsiz? Shukr, amonchilik. Biz joqqa Qo'shib kelib oldim bu yoqqa. Bir jarchi bo'ldi o'sha. Ha, durs. Ha, мы shaxsigina женский bo'lmasa desam. Bo'lar ekan. Mынаны qarangizlar endi, mana jigиттер уже арғы жақтың стропиласын полный қағып тастаған. Енді екінші жағына кірісіп жатыр. Міне ағаштарымыз дайын. Уже кәдімгідей есептеп сызып, мына жақта міне балқаш өлшеп жатыр. Жатан балқаш қалай болып жатыр процесс? Әдемі болып жатыр ма? Міне алдын ала сызып, есептеп, бәрін жөндеп, қарап. Міне көрдіңіздер ма? Міне жаңа барып алып келдік осының бәрін, стропиланың бәрін алып келдік. Құдай қаласа, бүгін бір зор жұмыс бітіп тұр міне. Ал міне. Мына ұзынның қанша метр балқаш биіктігі ненің ұзындығы? 7,5 метрлік стропиланы екеуі ұрып жатыр, короче. Крышаны, оказывается, екі адам жауады екен ғой. Міне процессті көрсетейін сіздерге. Қазір кішкене қараңғы болып тұр енді. Но бірақ енді барынша сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне балқаш қазір көтеріп ар жаққа қояды. Міне уже қараңыздар 5-10 қағып татарлатып. Ағаш дайын болса тез екен ғой, қағу. Қазір қараңыздар, енді көтеріп қояды. Мынаны көтеріп қою тұрмақ, ананың үстіне шығып тұрудың өзі әжептәуір жұмыс негізі. Көзге айтуға оңай ғой негізі. Бірақ мынаны көтеріп қою деген әжептәуір жұмыс ағайын. Кез жақта қарап тұрғанның өзінде кәдімгідей қорқасың, бірақ ар жақтың үстінде жүріп шеге қағу, еще мынандай ұзын ағаштарды тасып көтеру деген бұл жай жұмыс емес. Міне жақсылық осылай асан ағаштарды дайындап кесіп алады. Сосын оны балқашқа береді. Балқаш дәл қағады. Ағаштар дайын тұр. Мен енді мынаның үстіне шықтым, крышаның үстіне шығып, өз көзіммен көргім келді, шыны керекші. Қорқынышымды жеңіп. Негізі мына крышаның ұзындығы 10 метр, ені 5 метр. Енді бұл неге кеп тұр десеңіздер? Ау? Бөлме 5 метр болады ғой? Иә, бөлме 5 метр болады. Енді негізі біз осы төбені мансард қылып жіберсек па деп жоспарлаған болатынбыз. Сол жоспарымыз іске асайын деп тұр негізі. Сол үшін төбені мансард қыламыз бұйыртса. 5-те 10 үлкен зал болады ғой. Жазда летний кәдімгі. Мына жерге мына төбені көріп тұрсыздар ғой, мына екі ортада осы жерге терезе қоямыз. 2-3 терезе қойып жібереміз, сонымен төбеден күн түседі, кәдімгідей просторный, жарық болып, мощный болып тұрады. Сөйтіп төбеде жазда қонақ күте бересің. Сондай бір қызық идея болған басында. Лестница далада болады. Лестница далада болсын ба, үйде болсын ба? Далада болады шығар. Далада болған дұрыс, Летний болғаннан. Иә, летний болғаннан кейін далада болғанда сырттан көтеріле береміз лестницамен. Сөйтіп летний зал жасап қояйық деп тұрмыз, соны жоспар болып тұр. Кейін құда күтсе құдалар лестницамен шығарамыз төмен қарай. Міне қараңыздар. Бүгін жігіттер полный стропиланы қағып тастады, екі жақтыкін, мына жақтыкінде, мына жақтыкінде. Көз қорқақ қол батыр деген осы міне ағайын. Мына жақ Исаев енді міне. Әдемі ма? Ал енді сіздерге тағы да бір жоспарымызды бөлісе кетейік. Енді мына жерде бізде полный
террас не болғаннан кейін, жаңағы төбеміз мансард болғаннан кейін, мына террасаның үсті, короче, балкон болады ғой. Мына жерге шығасыз, ана жерге перила қоямыз, мына жерге балконнан шығып, ар жаққа қарап тұра бересің. В общем, открытый балкон. Ал мына жерде балқаш тұрған жерде лестница болады. Сол лестницамен көтеріліп, тура мына тұсқа есік қалдырып кетеміз осы жерге. Есік қалады, мына жерде терезе болады бұйыртса. Сонымен лестницадан көтеріліп кіріп кетесің ғой былай қарай. Мына жерде четкий балкон болайын деп тұр ғой. Бүйтіп мына жаққа қарап тұратын шығып. Осының бәрін соның басын жоспарлағанбыз басында. Сол жоспарымыз орындалып жатыр міне. Всем привет. Қараңыздар. Ес әркімнің домын алдына естіп қайтып жатыр. Бізге де ой кетті. Заводқа. Добрый обед всем. Таңертең Олжас жұмысына жіберіп, шай тамағын беріп жатсам, не дейді, жер сілкінісі болма, біз сенше даже отырамыз ғой еще. Сосын тараған жоқпын көштедім, ұйқым келді. Тапмаған ештеңе болмайды шығар дедім, ұйықтай бердім дальше. Еще мына жақта ремонт болады, дыр шашатып болды, ұйқым дұрыс болмайды. Халқа мен тұрдым деп байқымнан, негіз кеше сториске вообще желание болған жоқ. Сол үшін бүгін шығып жатырмын. Жер сілкінді, бәрі далаға шықты, мен қымбатты енді жаңағы Алматыда тұра берейік деп көндірген едім. Қайтадан бәрі басынан басталып кеткен сияқты, енді амандығын тілейміз. Біз де міне сәтті пайдаланып тамақтанып жатырмыз. Айша бізде күшті жаңалық. Біздің қымбат өзінің ең маңызды құжаттардың бірін алды. Жақын арада қандай екенін айтады өзі. Бөлісеміз. Құтты болсын деп жаза кетіңіздер.